сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар, сіздермен бірге пайдалы ақпараттар айдары. Бүгінгі тақырыбымыз шайдың пайдасы мен зияны туралы. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі видеоның соңында шайды қалай демдеу керек, оны қай кезде ішіп, қай кезде ішпеу керек туралы деректерді айтатын боламын. Видеоны қараңыз. Шай ішпесе басы ауыратын бір халық болса, ол қазақ халқы. Оның дәлелі Қазақстан әлем бойынша шайдың ең көп тұтынатын 10 елдің қатарына кірді. Алайда молынан тұтынғанымызбен бұл өнімді өзіміз шығармаймыз. Оны Үндістаннан, Кениядан және тағы басқа елдерден алып ішеміз. Ең алдымен шайдың емдік шипасы туралы айта кетейін. Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емде нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда уланудың бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қара бұрыш қосылған шай зәр қуғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнын басады. Сонымен қатар үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерлерін емдесе болады. Және кепкен көк шайды шайнау арқылы жүрек айнығанды және аяғы ауыр әйелдерде автокөлікте шайқалғаннан немесе теңіз сырқаттарынан болатын құсып қатты лоқсуды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды, тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен ас ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, оны тәнге тарту арқылы емдік мақсатта пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар мен фтор көбейеді. Және тіл ойылғанда, экземаға, теріге жарақат түскенде, іріңді жараларға ем ретінде қолданылады. Кешегі шаймен көзі сүртсе, қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тісті жуар алдында онымен ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан құрамын, жүрек жұмысын жақсартады. Және шай бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Жақсы өскен шайдың құрамында С, С1, В1, В2, А дәрумендері өте көптеп кездеседі. Дәруменге бай екен деп бет алды іше берсе, шай өңіңді өзгертіп, ұйқыңды қашырады. Шайды тым қою етіп дайындап ішсе, оның құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градус ыстықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасын, дәмдік татымдылығын жоғалтады. Шай тұнбасындағы С дәруменің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ал С дәрумені жетпеген адамға көк шай ішу қажет. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. Шай тұнбасы қан капиллярын бекітеді, жүйкені жақсартады. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу, сонымен қатар жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шайда жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай және жүрек тамыр ауруларына шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шай құрамында поливитаминді. Бұл жағдайда ынталандырушы құрал ретінде емдік, профилактикалық мақсаттарда сәтті қолдануға мүмкіндік мол. Көк шай құрамында алкалоидтер мен дәрумендер болғандықтан, оның алкогольге қарсы күші де бар. Қытай, Жапон елінде көк шай жоғары бағаға ие болып саналады. Американдық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан клеткаларын тірілтетінін анықтады. Көк шайдың құрамына кіретін полифенол ДНК-ның өзгеруіне, рак ауруына ұшырататын радикалдармен күресуге бейімді болып шықты. Сонымен қатар полифенолдың сау клеткаларды қорғап ісікті жоятын қасиеті бар. Болашақта ғалымдар көк шайдан диабет пен тері ауруларын емдейтін дәрі алмақшы. Таңертең ащы кофе ішуге үйренгенсіз бе? Оның жүрек пен бауырға зиянды екенін білесіз бе? Егер оны шипалы сусынға ауыстырғыңыз келсе, көк шайды таңдаңыз. Көк шайға бір бөлік лимон мен шай қасық бал қоссаңыз, адамға мол күш-қуат беретін сусынның дайын болғаны. Көк шай жүйке жүйесін тынықтандырады. Ал кейбіреулері оны салмақ тастау үшін де ішеді.
Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатын секілді, шайдың да зияны бар. Алайда шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кездерінде зиян тигізеді. Шайды ішуге болмайтын кездер: аш қарынға ішпеңіз. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен жұтқыншақты ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз, ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз, себебі шай дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болуы керек. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегеннен кейін 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттарымен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттармен пайдалы деген құрамдас бөліктер фенол, липоид, эфир майы жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғашқы рет демдеген шайдағы пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісінде 10% пайдалы заттары ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерді сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады. Шай демдегенде ерекше бап қажет. Аққұманды қайнаған сумен 2-3 рет қайтара шайып, оған 2 стакан суға 1 шай қасық салып, үстіне қайнап тұрған суды әуелі аққұманның 2-ден 1 мөлшерінде құяды да сәл-пәл қоя тұрады. Сосын отқа қойып бұқтырып алғаннан кейін аққұманды бүркеп сүлгімен не арнайы жұмсақ шүберекпен 5-7 минут тұндырады да толтыра қайнаған су құяды. Егер шай түбіне толық тұнса, оның әзір болғанын деп біліңіз. Бұқтырылған шайды қыздырмайды, қайнатпайды және келесі күні шамбасына шай қосып демдемейді. Осымен шай туралы ақпаратымыз өз мәресіне жетті. Егер ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер және өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ол біз үшін өте маңызды.